Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз жасанды интеллект және оның болашағы. Студиямыздың қонағы Мұхалима Қатаев атындағы номері 140 гимназияның қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Балнұр Болатқызы. Қайырлы күн, Нұрай. Қош келдіңіз. Сізге ең алғашқы қоятын сауалым, ұстаздық жолға қалай келдіңіз? Шақырғаныңа рахмет, Нұрай. Негізі мұғалімдік мамандығына түсемін деп үш ұйықтасам да түсіме кірмеген болатын. Менің бұл мамандыққа түсуіме себепші болған ол мектептегі менің сүйікті ұстаздарым болатын. Және олардың оқушылармен өзін-өзі қарым-қатынасы, өзін-өзі ұстауы, олардың оқушыларға деген махаббаты мені мұғалімдік мамандыққа түсуіме бір үлкен септігін тигізді десек те болады. Менің мұғалімдік мамандығыма қызығушылығымды арттырған университеттегі біздің практика уақытындағы сабақтарымыз болды. Ол уақытта біз көбінде кіші сыныптарға сабақ берген болатынбыз, және де оқушылармен жұмыс жасау, олардың ризашылығын алу маған бір үлкен әсерін тигізді десем де болады. Тамаша жауап. Енді біздің тақырыбымызға оралатын болсақ, жасанды интеллектті сіз күнделікті өмірде қолданасыз ба, және де оның пайдасы мен зияны туралы не айта аласыз? Иә, қазіргі таңда жасанды интеллектті барлық салада қолданады. Оның зияны да, пайдасы да өте көп. Мысалы, оның пайдасы медицина саласында, сонымен қатар қауіпсіздікте, сонымен қатар автоматтандырылған жұмыстарды жеңілдетуге өзінің оң нәтижесін береді. Ал зиянына келетін болсақ, адамдар осы жасанды интеллектті қолдана отырып, сол жеңіл жұмысқа тәуелденіп қалып, өзінің зиянды жағына қалай бұрылып кеткенін байқамай қалады. Көп рахмет, өте өзекті мәселелерді көтердіңіз. Тағы бір сұрағым, осы мәселелерді ескере отырып, білім беру саласына жасанды интеллектті ары қарай дамыту қажет деп есептейсіз бе? Иә, себебі жасанды интеллект арқылы балалардың қызығушылығы оянып, қызығушылығы әртүрлі сабақтарға артатыны белгілі. Бірақ та қазіргі таңда жасанды интеллектте өзіміздің белгілі ақын жазушыларымыздың, мысалы Абай Құнанбаевтың кейпін жасанды интеллект арқылы көрсету, ол бір мазақ секілді көрінеді. Бір жағынан ол балаларға бір көрнекілік ретінде көзбен көріну арқылы олар бір визуализация жасайды. Яғни оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Иә, сіздің жауабыңызбен толықтай келісемін. Және осы тақырыпты ары қарай өрбітетін болсақ, оқушыларды жаңа тақырыпты меңгергенде жасанды интеллекттің қандай әсер тигізіп жатыр? Сұрағыңыз орынды. Жалпы оқушыларға жасанды интеллекттің пайдасы өте зор, себебі оқушылардың біріншіден сабақ уақытында жасанды интеллект арқылы шығармаға қызығушылық артады. Сонымен қатар ауқымды шығармаларды олар қысқа нұсқа түрде түсінуге септігін тигізеді. Жасанды интеллект заманы ол түсінікті десе де, жасанды интеллектті дамытамыз деп біз ұлттық құндылықтарымызды жоғалтып алмаймыз ба? Жоқ, әрине, ұлттық құндылық біздің басты байлығымыз болып есептеледі. Жасанды интеллект бізде емес, біз жасанды интеллектті басқаруымыз керек. Себебі ұлттық құндылық бізде бірінші орында тұрады. Өте орынды айттыңыз. Тамаша жауаптарыңызға рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі жүздескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.